Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Ақерке. Бүгін сіздерге дәмі өте керемет, қыстың күні жегенде қытырлап тұратын тұздалған асорти, яғни соленый огурцы деп жатамыз. Осы салаттың рецептімен бөлісемін. Бұл менің анамның рецепті, дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін белгілеуді ұмытпаңыздар. Осындай черри қызанақ, одан кейін тәтті бұрыш, яғни болгар бұрышы, шие жапырағы, хрен жапырағы, укроп, зонтик, әшші бұрыш, чеснок, капуста, огурцы қажет. Одан кейін осындай лавр жапырағы керек, осын перец керек, осындай бұрышы. Ең алдымен банкаларымызды кір сабынмен, содамен жуып тазартып, стерилизовать етіп, яғни буға тазалап аламыз. Одан кейін зонтик укробымызды, бір әшші бұрышымызды, одан кейін біреу қызыл осындай болгар бұрышымызды қосамыз, яғни екіге бөліп. Барлығын жуып тазалап осылай дайындап қоямыз. Капустамызды қосамыз, хрен жапырағы, шие жапырағы деп жатқаным. Бұларды қоссаңыздар, қыстың күні жегенде огурцыларыңыз қытырлап, сырты қатты болып тұрады. Міндетті түрде қосыңыздар. Барлығын қосып болғаннан кейін осылай 3-4 дана лавр жапырағын, қызыл бұрыштың 5-6 данасын қосамыз. Одан кейін 3 литр, бұл жерде 3 литр, осыған 4 дана чеснок қостық. Енді барлығын қосып болғаннан кейін астын басып қойып, огурцыларымызды қойып шығамыз банкамызға. Огурцыйды жақсылап жуып, сыртында ақ бүдірлері болса, соны алып тастаймыз жуып. Өйткені жақсылап жумасаңыздар, банкаларыңыз атылып кетуі мүмкін. Енді ең бетіне қызанақтарымызды қойып шығамыз, 3-4-еуін. Одан кейін ыстық қайнап тұрған суымызды бір рет құйып 10 минутқа қалдырып қоямыз. 10 минут өткеннен кейін осындай арнайы крышка болады. Осыны кигізіп, банканың аузына төгіп тастаймыз. Одан кейін қайтадан қайнап тұрған суымызды екінші рет құямыз. Бұны да 5-10 минутқа қалдырып қоямыз. Оны да уақыт өткеннен кейін төгіп тастаймыз да, үшінші рет тағы да қайнап тұрған суымызды құямыз. Бұл жерде уже құйып қойдық. Енді қыздар 3 литрге 3 дана аспирин қоямыз. Қосып шығамыз, ал 2 литрге 2 дана аспирин. Бұл жерде менде 3 литр. Аспириндеріміз қосып болғаннан кейін тұзымызды қосамыз. 3 ас қасық тұз қосамыз. 2 литр болса 2 ас қасық қосамыз. Барлығын қосып болғаннан кейін 1 ас қасық құмшекер, яғни шекерімізді қосып шығамыз. Егерде 2 литр болса 1 ас қасық толтырмай құямыз. Мінекей жарты шай қасық уксус қосамыз. Әрқайсысына азырақ қосып шығамыз. Енді осындай лимонная кислота қасықтың ұшымен ғана қосамыз. Көп қосылмайды, тек қана ұшымен қосамыз, өйткені банкаларыңыз атылып кетпес үшін қосамыз. Барлығын қосып болғаннан кейін осылай закрывашканың көмегімен крышкаларымызды жауып шығамыз. Мінекей салаттарымыз дайын болды, қыздар. Асорти өте керемет болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Қыстың күні өте дәмді, қытырлап тұрады, және де банкаларыңыз атылмай әдемі қысқа дейін жететін болады. Видео ұнаған болса, соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің арнама тіркеліп қойыңыздар. Баршаңызға ас болсын.